Сәлем достар, бүгін сіздерге қалампырдың емдік қасиеті туралы айтатын боламын. Ол үшін ең алдымен каналыма жазылып алыңыздар. Бұл дәмдеуішті ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданып келеді. Қалампыр А, С, Е, К, Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Б6, Б9 тобындағы дәрумендерге бай. Сонымен қатар омега-3 және омега-6 майлы қышқылын да кездестіруге болады. Осындай пайдалы әрі бағалы заттарының арқасында қалампыр халық емінде кеңінен қолданыста болатын дәрі. Халық емінде тұнба, қайнатпа ретінде қолданылады. Тұнба үшін бір десерт қасық қалампырды 1 литр қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Шамамен жарты сағат өткен соң тұнбаны сүзіп алып, ем ретінде қолдануға болады. Қайнатпа үшін 1 шай қасық қалампырды 1 литр суға салып, отқа қоясыз. Қайнауға жеткенде отын бәсеңдетіп, 5 минуттай қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң қайнатпаны сүзіп алып, шыны ыдысқа құю керек. Қалампыр қандай дертке дауа болады? Ауыз қуысы ауруларын емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз уылғанда, кариес түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз. Ем үшін 1 тал қалампырды аузыңызға салып 15 минуттай шайнайсыз. Емді 1-2 рет қайталаған соң 10 нәтиже береді. Тамаққа тәбетіңіз тартпаған кезде 1-2 дана қалампырды шайнасаңыз, араныңыз ашылып, тәбетіңіз артады. Емді тамақтанудан жарты сағат бұрын жүргізіңіз. Қан қысымыңыз түсіп кетсе, аузыңызға дереу қалампырды салыңыз. 1-2 дана қалампырмен 10 минуттың ішінде қан қысымын қалпына келтіресіз. Тамағыңыз ауырып бастағанда, ангина кезінде, бадамша без қабынғанда қалампыр тұнбасының көмегіне жүгініңіз. Күніне 2 рет тамағыңызды шайсаңыз, ауруыңыздан тез-ақ жазыласыз. Қалампыр майы денедегі жарақат пен іріңді бөртпенің ізін қалдырмай жаза алады. Ал майды дайындау үшін 100 мг зәйтүн майы мен 10 грамм дәмдеуішті араластырасыз. Оны орташа отқа қойып, қайнауға дейін жеткізіңіз. Дайын болған майды сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Емдік майды мейлінше тоңазытқышта сақтағаныңыз дұрыс. Буын ауруларында қалампыр майымен емдеуге болады. Алдымен майды қыздырып аласыз. Сосын ауырған орынға сіңдіріп жағыңыз. Сыртынан жылы орап, 5-10 минуттай тынығып жату керек. Ал сыздауық шығып, жаныңызға батса, онда теріңізді қалампыр тұнбасымен сүртіңіз. Бұл дәріханадағы қымбат дәрілеріңізден әлде қайда пайдалы әрі тез нәтиже береді. Қант диабетімен ауыратындарға қалампыр тұнбасын ішуге кеңес береміз. Бұл да өз кезегінде дертіңізге дауа болып, саулығыңызды сақтай алады. Қалампырдың құрттан да құтқаратын қасиеті бар. Ол үшін күн сайын шым-шым қалампырды ішке қабылдайсыз. Ескеріңіз, қалампырдың мөлшерін күн сайын көбейтіп отыру керек. Алғашқы күні шым-шым, екінші күні шай қасықтың ұшымен қабылдайсыз. Емді айға жалғастырасыз. 1 айға дейін 1 ас қасыққа жеткізу керек. Достар, бүгін дайындаған пайдалы ақпаратым ұнаса, қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.